Ерекше ота Астанада құны 150 мың теңгеден басталып, 1 миллионға дейін жететін жүрек оталары жасалады. Біздің түсіру тобымыз ота жасаудың қыр-сыры мен күрделілігін арнайы кардиологиялық бөлімге барып, дәрігерлердің күнделікті ауырда тәуекелі мол жұмыс өмірлерімен танысып қайтты. Мұндай операция қарапайым халыққа қаншалықты қолжетімді? Тілшіміз Диана Сапарқызы ота жасау блогында болып, дәрігерлердің ісін көзбен көріп қайтты. Біз қазір құны миллион теңге тұратын отаның қалай жасалатынын көрсетеміз. Ақ халатты мамандарымыз барлық процесті көрсетуге әзір. Олай болса, жұмысқа кірісейік. Операцияға кіріспес бұрын алғашқы медициналық көмектің алғы шарттарын дәрігер мамандар практика жүзінде көрсетті. Адам денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде, оның өмірін сақтап қалу үшін қолданылатын қарапайым шаралар бар. Жүректің жұмысын қалпына келтіру үшін жасалатын әдістің бірі кеудесінен 30 рет басып ара тұра демін тексеріп қою. Ақ халаттылардың айтуынша, жүрекке жасалатын ота әлемдегі ең қымбат операция қатарына жатады. Астанадағы президент іс басқармасына қарасты аурухананың дәрігерлері жүрекке күніне 10 шақты ота жасайды. Статистика бойынша 40 жас шамасындағы науқастар пышаққа жиі түсетін көрінеді. Ауру айтып келмейді. Инфаркт алғандарға ота жасау өте күрделі. Пациент үшін ауыр. Әрине, науқас алдын ала келіп, отаны жоспарлап жасасақ сәтті болады. Елордадағы жүрекке ота жасау құны 1 миллион теңгеге дейін жетеді. Ал егер портал жүйесі арқылы жасалса, операция бағасы бюджет есебінен 150 мың теңге болады. Кезекті бір айдай күтуге тура келеді. Күрделі жүрек оталарына арналған заманауи құрылғылар Еуропа елдерінен жеткізілген екен. Демек, бұл үшін шетел асудың қажеті жоқ. Отандық мамандардың қабілеті шетелдіктерден кем түспейді. Жүрек инфаркт дертіне шалдықпау үшін дәрігерлер кеңес беруге қашанда әзір. За грудиной. Егер арқаның ауырғаны байқалса, оны остеохондроз деп қабылдап жүре бермеңіздер. Бірден терапевт, дәрігер немесе кардиолог мамандарға жүгініңіздер. Өйткені ертең оны асқындырып алып, инфаркт алғаныңызды білмей қаласыз. Президент іс басқармасына қарасты аурухана портал жүйесі арқылы барлық жұртшылыққа қолжетімді. Ал егер бұл жүйені күтпей, толық медициналық тексеруді жоспарласаңыз, онда қалтадан ақша шығаруға тура келеді. Диана Сапарқызы, Олег Федоров, Астана телеарнасы.